Армысыздар, құрметті тыңдармандар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге тағы да бір қызықты әңгімені ұсынғым келіп отыр. Айтқымда келгені, бұл өмірде қателеспеген жан, адаспаған адам жоқ шығар. Бүгінгі кейіпкеріміздің өмірі осы жайлы. Зейін салып тыңдасаңыздар, ұнап жатса лайк басып пікір қалдыра кетсеңіздер. Мәнсия ол кезде 5 жаста. Үйдің іші азан-қазан, анасының орамалы сусып түсіп, қолаң шашы жалбырап, булығып жылап отыр. Үйге кіріп шыққан қараңдаған көпшіліктің сұлбасы үрей тудырады. Бұл күн Мәнсия мен бауырларын әкеден, Биғайшаны өмірлік серігінен айырған күн еді. Мәнсияның көз алдында бұл көрініс ұзақ уақыт сақталды. 5 баласымен жесір қалған Биғайшаның арқа сүйер ешкім қалмаған. Асыраушысынан айырылған ол, шеттей бала шағаны асырау үшін жұмыс талғамай, қу тіршіліктің қабына кірісіп кетті. Бір күні біреудің үйін әктеп кірін жуса, келесі күні тағы біреудің тамағын пісіріп беріп жөнеліп жүрді. Мәнсия мектеп табалдырығын аттаған жылы Биғайша қатты сырқаттанып қалды. Күздің қара суығында не жағар көмір, не жейтін нан таба алмаған күндер болды. Осы кезде үлкен ұл сабаққа да бармай, бай үйіне жалданып жұмыс істеді. Оның тапқан азық-аулақ тиын-тебені нан мен шайға зорға жететін. Сол ауылдың үлкендері бас болып, жылу жинап, Биғайшаны емделуге жіберді. Елмелі-сөйлмелі балалардың үлкені Таңат 9-да оқиды. Бауырларына бас көз болып сол қалды. Кішкентай Мәнсия бала болса да, үйдегі болып жатқан қиындықтарға жүрегі ауыратын. Анасы келіп қалар деп, үнемі мектептің терезесіне телміріп отыратын. Арада 1-2 ай өткен соң Биғайша сауығып үйіне келді. Балалардың қуаныштарын қойындарына сыймай мәре-сәре болды. Биғайша мен үлкен ұл Таңат екеуі екі жақтап жұмыс істеп күндерін көріп жатты. Бірнеше жылдар өтіп, Мәнсия кәмелет жасқа да келіп қалды. Бұл кезде Таңат үлкен қалаға жұмыс істеп кеткен болатын. Биғайшаның үйде болғаннан жұмыста жүргені көп. Жақын жердегі асханаға ыдыс жуушы болып орналасқаны ерте барып, кеш қарай шығатын болған. Онысы Мәнсияға жақсы болды. Сабақтан соң қыздармен саябаққа қыдыру, егештеріне бару, ол үшін үйреншікті жағдай болып кетті. Тіпті сұрануда да қойған. Әйтеуір Биғайша келгенде үйде болса болғаны. Мектеп бітіретін жылы Мәнсия есенмен танысты. Мәнсия мектепте үздік оқымаса да физика пәнін сүйіп оқитын. Оған сенім артқан апайы Мәнсияны олимпиадаға алып барды. Аудан орталығында өтетін олимпиадаға олар бір күн бұрын барып, туысқан әпкесі Қалампырдың үйіне қонған болатын. Сол үйге Есен де келген екен. Есен Қалампырдың күйеуінің нағашы әпкесінің баласы. Есен бір үйдің жалғызы. Ол да әкесінен ерте қалған. Анасы үлкен қалаға жұмысқа кетіп, бұл осы Қалампыр мен Мәжиттің қолында қалған. Жақын жердегі базарда жүк тасып, жұмыс істейтін көрінеді. Күнделікті түскі асқа үйге келеді екен. Мәнсия оны бір көргеннен ұнатты. Тіпті көзсіз ғашық болды. Дүниеде одан асқан жан жоқтай көрінді. Мәнсия да қара торының әдемісі, оның мөлдіреген қарақаттай көздері Есеннің де жүрегіне шоқ салып үлгерді. Екеуі оңашада үй телефондарымен алмасты. О заманда қалта телефоны атымен жоқ. Тек ортасында сандар жазылған шеңбері бар, тұтқасы да зілдей үй телефондар. Оны да қолы жеткендер орнатады. Мәнсияның әкесі кезінде пошташы әйтеуір бір қой беріп жүріп орнаттырып алған екен. Есен бірінші боп қоңырау шалғанда Мәнсияның қуанышында шек болмады. Әкесі тіріліп келгендей төбесі көкке екі жетпей қалды. Басында сезімдерін іште сақтауға тырысқанымен, кейіннен сол безілдек телефонның шырылын тағатсыздана күтетін жағдайға жетті. Есен екеуі телефон құлағында таңда тұратын. Мәнсия сабақтан бос уақытын бәрін телефон құлағында өткізіп жүргелі біраз болды. Есеннің де бар ойы Мәнсияда. Демалыста досына жалынып жүріп, көлігімен Мәнсияға апаруды өтініп жүреді. Екеуінің арасындағы сезім үлкен махаббатқа ұласқалы көп айдың жүзі болды. Кіршіксіз сезімдерін білдіріп, айлы түнде қол ұстасып жүретін.
Есен келіп кеткен соң, Мәнсияның жүзі бал-бұл жанып, бақыттан бас айналадай, шіркін. Анасының ақылын бір шетке ысырып қойып, Есенмен кездесуге шығу Мәнсия үшін мақтаныш іспетті. Мектеп бітіруші кеші өткен соң, араға бір ай салып, Есен мен Мәнсия шаңырақ көтерді. Биғайшаның екеуі бас қосқан жылы анасы қаладан пәтер алып, сол жерде үшеуі тұрып жатты. Қатар құрбылары оқуға түсіп, тауды армандарын арқалап қалаға кетіп жатқанда, Мәнсия ішін сипалап, жүктіліктің алғашқы сатысында әуре болып жүрген еді. Есеннің анасы Мәнсияны аса жақтыра қоймады. Үйге келген күннен ақ жалғыз ұлын қызғанып, тиісіп отыратын. Алғашында бала көңіл Мәнсия оған мән бермеді. Тіпті түсінген жоқ. Өз басымен әуре болып жүріп, оған назар аудара қоймады. Райгүл түртпектеуін сонда да ояр емес. Былайша айтқанда Мәнсияны отырса опақ, тұрса сопағын шығара берді. Сондағы бар айтарым, сәлем салмадың, тамағының тұзы жоқ, майы көп, нан әкеп қоймапсың, жіпке тізсе таусылар түрі жоқ. Оған шыдай алмаған байғұс қыз қарны шермейіп, 6 айдан соң ауылға Биғайшаға келді. Ішіме сыйғаны сыртыма сияр, қайтемін енді деп, көз жасын бір сығып алған Биғайша қызын қайта жібермеді. Үйге келуін келсе де, Есеннің қимаған Мәнсия түнді жаумен өткізетін. Бір күні түн ортасы ауған шақта телефон безектеп қоя берді. Түн жарымда бұғайсы болыпты екен деп, Биғайша телефонға жармасты. Үнсіз, тек әр жақтың дем алысы ғана естіледі. Беймезгіл уақытта бұлғайсы кім керек? Тағы да үнсіздік. Телефон тұтқасын тастай салған Биғайша күбірлеп бірдеңелерді айтып барып орнына жатты. Бұрыштағы телефон тағы да безектей жөнелді. Бұл жолы тұтқаны Мәнсия көтерді. Алло, түн жарымда кім бұл? Мәнсия кім екен іші біліп тұрса да сұрай салды. Мака, жаным сол, мен Есенмін. Жаным саған барсам бола ма? Мені неге тастап кетесің сен? Ішіп алғаны даусынан бөлініп тұр. Түн жарымда мазаны алғаның не? Мамамдар ұйықтап жатыр. Сені тастағым келді дейсің бе? Ол үйде мазам кеткен соң кеткенімді білесің ғой? Білем, бірақ мен сені алып кетем, ұқтың ба? Бәрібір алып кетем деді, ықылық атып. Жарайды, ертең сөйлесейік, қазір жатып демал, деп Мәнсия телефон тұтқасын қойды. Мұның бәрін Биғайша арғы бөлмеде болса да естіп жатқан. Мәнсия Есенмен сөйлескеннен кейін бір жымиып қойып, орнына барып жатып еді. Анасы келіп сөзге тартты. Қызым, сендердің мына жүрістерің болмас. Отауыңа қайтып барғаның жөн болар. Есеннің өзі жақсы да, оны туған анасы жаман болғаны ма? Әрқайында қысайын жүгіріп келе беретін болсаң, қандай жанұя боласыңдар. Менің тілімді алсаң, Есеннің қолынан ұста да, бар қызым, екеуіңді ешкім қинап қосқан жоқ, деп ақылын айтты. Мәнсия үнсіз басын изеп төмен қараған күйі отыра берді. Есеннен ажырамақ келмейді, бөлек тұрғым келеді. Мен былай жаса, былай өмір сүріңдер деп ақыл айта алмаймын. Сол үйге бар. Есеніңмен ақылдасып өзара шешіңдер. Анасын сыйлай біл. Сонда жолдарың ашық болады, алтыным, деп анасы барынша ақылын айтты. Мәнсия анасынан мұндайды күтпеген. Араша түсер, Есен артымнан келсе осы үйге кіргізіп алармын деп ойлаған. Бірақ олай болмады. Араға 2 күн салып Есен мен анасы келді. Биғайша үйдегі барын асып дастархан жасап күтіп алды. 2 құдағи біраз сөйлесіп, құдағи Биғайшаның алдынан өткен соң, жастарды оңаша қалдырды. Есен мен Мәнсия ренжіспеген соң, бірден әңгімелер жарасып кетті. Жаным, сен мамамды кешір. Сені жаман болсын демейді ғой, жақсы болсын деп сөйлеген шығар. Өзіңді қатты сағындым, үйге қайттық. Есен, мен бөлек тұрғым келеді. Мамадан рұқсат сұрап көрейікші. Жеке отбасы болып тұрсақ деймін. Мамаға жиі барып тұрамыз, деп қиылды. Онсыз да мені жұмыстан Шымкентке жібергелі жатыр. Анам үйде қала берем дейді дегенде, Мәнсия қуанғаннан Есенді құшақтай алды. Бастысы енесінен кешірім сұрап, келісімге келген соң олар өз үйлеріне қайтты. 2 аптадай уақыт өткен соң, Есен мен Мәнсия бөлек кетті. Сол 2 апта ішінде Мәнсия мен енесінің арасы едәуір жақсарып қалып еді. Бірақ қу мінез қалушы еді, кетерінде бәрібір тілімен бір түйреп етті. Барған соң ақша жоқ, бәлен түген деп
Есамның миын жей берме. Тапқанынан маған да салып тұрсын. Үйдің ақшасын төлеуім керек. Жалғыз өзім қалай төлеймін? Деп шатынады. Иә, салып тұрады ғой, деді де қойды. Екеуі бөлек шыққан соң махаббаттар одан әрі беки түсті. Күнде таңертең Есенін жұмысқа шығарып салып, кешке дәмді асымен күтіп алып, бақытты күндер жалғаса берді. Есеннің Мәнсияға деген ілтипаты ерекше. Күнде жұмыстан қайтарында тәтті бірдеңесін көтере келеді. Ауыр көтерілмесін деп бар жағдайын жасап қойды. Тіпті оған от та жаққызбайды. Ерте тұрып отын да өз жағып, салатын көміріне дейін үйге кіргізіп кететін. Бұл кезде Мәнсиядан асқан бақытты жан жоқ. Есен келгенше дүкен аралап, өзіне киім кешегін түгендеп жүргені. Түскі асқа Есен келмейтін күні кафедегі ішіп, өмірі бал боп күн кешіп жатты. Арада айлар өтіп, Мәнсияның босанар уақыты да келіп жетті. Асыға күткен немересіне екі құдағи жарыса келгендей, ауылдан арқалам торбаларын көтере келген қосана столды жайнатып жіберді. Мәнсия аман есен босанып, кішкентай ат құстарды дүниеге келді. Есеннің қуанышы қойнына сыймай Мәнсияға алып ішіп жетіп барды. Терезеден көрсеткен шақалақты көрген кездегі сезімі мүлдем бөлек еді. Анасы да елпілдеп немерелі болғанына шын жүрегімен қуанды. Мәнсия үйге шығып келген соң, 10 күндей қасында болып, қалжалаған енесі үйіне қайтуға ыңғайланды. Бұл кішкентай сәбидің дүниеге келуі Райгүлдің Мәнсияға деген көзқарасын түбегейлі өзгертіп жіберді. Бұрынғыдағыдай түртпектемей, керісінше аяғыңды жылы ұста, құнарлы сорпа ішіп, жылы киініп жүр, ауыр көтерме, Есен өзі көмектессін, күтініп жүр, деп Мәнсияға жылы қабақ танытты. Мұндайды енесінен күтпеген Мәнсияның да іші жылып қалды. Кетерінде енесінен түбіт орамал алып беріп, жақсылап шығарып салды. Қатар құрбы құрдастары студенттік өмірдің қызығына тоймай жүргенде, Мәнсия сәбиін бөлеп, бесік жырын айтып отыратын еді. Көктемде қатар құрбылары ауылға жиналады дегенді естіген Мәнсияның да құлағы ауыл дөбелеңдеп тұрды. Есенге: мамамды, бауырларымды сағындым, ауылға барайықшы деп, құлақ құртын жей бастады. Есен Мәнсияға ешқашан жоқ дей алмайтын. Қандай өтініш айтса да алдына түсіп алып жүгіре береді. Аяғы ауыр кезінде жерік асын тауып беру үшін табанынан таусылса да қабақ шытпайды. Бұл жолы да Мәнсияның қиылып тұрғанын көріп, жұмыстан сұранып көрейін, жіберсе барамыз. Әйтпесе келесі айда демалысқа шығамын ғой, сол кезде барайық деген. Есенді бастығы босатпады. Бірақ Мәнсия да қылқылдауын қоймай, ақыры өз айтқаннан қайтпады. Мәнсия қабағын шытып мінезін көрсете бастаған соң, Есен оны ауылдың автобусына апарып мінгізуіне тура келді. Сөйтіп Мәнсия қоярды қоймай ауылына келді. Кішкентай сәбиін көтеріп үйге кіріп келгенде, биғайша ішіп отырған шайына шашалып қалды. Адам бірден жаман ойға кетеді ғой, тағы да қайтып келген екен ғой деп ойлап үлгерді. Анашым, біз келдік, кішкентай Жасикті қарсы алыңыздар деп, екі кезу екі құлағында. Келіңдер, Есен қайда? Есен де келді ме? Деп мойнын созып, күйеу баласын іздеген биғайша далаға терезеге қарады. Есенді жұмыстан жібермеді, сосын өзіміз келдік, деп Мәнсия баланы анасына ұстата сала үйге кірді. Шеттей баламен мына жүрісің не? Салам, класстастар жиналамыз деп жатыр екен ғой. Мен қатарымнан қалсын дейсіз бе? Онсыз да Шымкентте ешкімді танымаймын. Далаға да шықпаймыз. Ең болмаса сіз түсінсеңізші, деді бұртиып. Жаңа келген қызын жан алқымнан алмайын деген биғайша бұл жолы үндемеді. Қызының бұл қылығына көңілі толмаса да, әліптің артын бағайын деді. Мәнсия бірге оқыған құрбы құрдастары жиналған жиынға бару үшін барын салып дайындала бастады. Биғайшаның сөзін құлағына да ілместен баланы анасы мен сіңлісіне тапсыра сала желеңдеп алып ұшты. Жан жақтан жиналған құрбыларына қарап қызықты. Бұл бір баланың анасы атанып, төрт қабырғада қамалып отырғанда, олар гүлде құлпырып жасық шақтың қызығын бастан кешіп жүрген кез. Басқа құрбылары мен Мәнсияның арасы жер мен көктей. Олармен әңгімелері онда жараса қоймады. Тек Торғын ғана Мәнсиямен шүйіркелесіп отырды. Өйткені Торғынның сөйлесіп жүрген жігіті Есеннің танысы болып шықты. Сөйтіп сол отырыстан Мәнсия кеш қайтты. Түннің бір уағында келген қызының ұйқыдан оянғанын күтіп биғайша отыр. Мәнсия түске таман оянып, баласы бар екен есіне түскендей: Жасик, келші маған, мамаңа келші, деп дауыстады.
Қолына бала көтерген Биғайша бөлмеге келіп: «Әй қыз, сенің есі басың дұрыс па? Отбасы бар адамсың. Түнімен қаңғырып, мына жүрісің не сенің? Тап қазір жинал. Таңат ағаң келе жатыр қазір. Сені үйіңе апарып тастасын. Басың жасамай қалған сен ауыштың» деді. «Мені қойын дедіңіз бе, мам? 10 күн жатам деп келдім ғой. Сен қызға әлі жетпеді ме? Есенмен кел де. Маған десең 10 күн емес, 10 жыл жат. Бірақ енді бұлай жалғыз келуші болма». Биғайша сол күні қызын қуғандай қып үйіне жіберді. Жас кезінде анасы да Биғайшаға «Күйеуіңсіз үйіміздің босағасын атаушы болма» деп еді. Сол сөзді өз қызы тұрмысқа шыққан соң мықтап түсінгендей, қызының тілеуін тілейді, жақсы көреді ғой. Бірақ орынсыз жырпаңдап келе берген дұрыс емес екенін түсінсей дейді. Мәнсе оны басқаша түсініп, жыларман болып кетті. Үйіне келе сала Есенге шағымданып бір жылап алды. «Бірге барамыз деп айтып едің ғой саған. Болды, қойшы, жылама. Мама дұрыс асады. Әйтпесе сендерді сағынып отыр едім» деп маңдайынан сүйді. Мәнсия сонда ғана қабақ ашылды. Есен баяғыша жұмыс бабымен кештетіп келеді. Бұл кезде Мәнсия баламен үйде отырып зерігетін. Баяғы құрбысы Есеннің таныс жолдасына тұрмысқа шығатынын естігенде қалпағын айналдыруға қуанғандардың бірі осы Мәнсия болды. Себебі бөтен жерде араласатын құрбысы жоқ. Араға 2-3 ай өткенде Торғын Шымкентке келін болып түсті. Мәнсияға да керегі сол. Оларды ата-енесінен бөлек шығып, апам жездемі сай болып шыға келді. Мәнсия мен Торғынның іздегені сұрамай-ақ орындалып жатыр. Құрбысының қасына келгені жақсы болды деп Есен де ойлап қойды. Демалыс күндері бір-біріне қонаққа барып мәре-сәре болып жатқаны, Торғын келін болып түссе де оқуынан қол үзген жоқ. Сырттай бөлімге ауысып, оқуын жалғастыра берді. Мәнсия оған қарап қатты қызығатын болып жүр. Оқуда жүріп жатыр. Мына жаққа жұмысқа да орналасып алған. Өзін өмірден кеш қалып қалғандай сезініп, бір түрлі өзгеріп бара жатты. Өз-өзіне қарауды қойып, қалай болса солай киіне салып, шашы таралмаған күйі күні бойы жүре береді. Үйді жинап баяғыдай Есеніне ас дайындауды да қойған. Жұмыстан қалжырап келген Есеннің «Маку, тамағың бар ма?» деген сөзі құлағына түрпідей тиген Мәнсия: «Сенің жеке малайың ба едім? Жасап жүрсің» деп қоңқыды қалды. Түнімен бала қарап шаршап жүрген шығар деп ойлаған Есен өзі барып жұмыртқа қуырып жеді. Әйелінің қабағы қатулы екенін түсінген Есен диванға қисайып ұйықтап кетті. Мәнсияға да керек сол. Телефон құлағына жармасып, Торғынмен өсекті соқтай кеп. Бұл жағдай соңғы жылдары үйреншікті болып кетті. Есен Мәнсияны еш түсінері алар емес. Не керегін ашып айтпайды, не адам сияқты сөйлеспейді. Томсырайып, қабағы бір ашылмайды. Не үйдің шаруасы реттелмеген, үйден берекейте бастағандай. Бұл жағдай Есенді мезі етіп жіберді. Соңғы жұмыстан қайтарында бір шөлмектің басын қайырып келетін күйге жеткенде ғана Мәнсияның миына бірдеңе жеткендей болды. «Еса, мынау не? Сау келетін күнің бола ма? Сау келгенде маған бас сасып берейін деп пе едің? Қабағының қары жауып адам демейсің. Мазамды алмай ары жүрші» деп отырған жеріне қисай кетті. Ертесіне Мәнсия Есенмен сөйлеспек боп ыңғайланып еді. Таңғы асқа да қарамаған Есен асығыс киініп шығып кетті. Артынан жыламсырап Мәнсия қалды. Әдетте Есен алдымен ұлын балабақшаға апарып, сонан соң ғана жұмысына кететін. Бұл жолы асыл шығып кеткені Мәнсияның ішін тырнап өтті. Бір жағынан ызаға булығып, бір жағынан өзінің керексіз жандай сезініп бір түрлі күй кешті. Дереу телефонға жүгіріп қоңырау шала бастады. Бірақ Есен жауап бере қоймады. Есен бұл кезде гүл сататын дүңгіршекке қарай бет алған болатын. «Кеше мас болып артық бірдеңе айтып қойған болармын» деп кінәсін жуу үшін Мәнсияға гүл алмақ ниетте. Бір шоқ гүлін алып үйге кіріп келгенде Мәнсия теңселіп, көзін ашып жұмып тұрып алды. Ол Есеннен мұндайды күтпеді. Бірақ іштей қуанып тұрды. Осылайша екеуі баяғыдай шүйіркелесіп отырып шай ішті. Өмір бір арнада өте берді. Кішкентай жас тек мектепке баратын жасқа да таяп қалды. Мәнсия бұл кезде сырттай оқуға тапсырып, жақын жердегі ауруханаға кіші қызметкері болып жұмысқа орналасты. Бұл кезде ел аумағында агент әлеуметтік желісінің жаңадан таралып жатқан кез болатын. Мәнсия мен Торғын құрбысы бос уақыттарын осы агентте өткізетін болған. Телефонға қызықпайтын Есеннің одан дым хабар жоқ. Жан-жақтан қосылған өзі қатарлас жандармен осы сайт айқыл танысып, әңгіме дүкен құру
Мәнсияның ермегіне айналғанда біраз болды. Бұл күнде әйелінің өзінен суына бастағанын есен сезіп те жүр. Мұның мінезінің жұмсақтығын пайдаланған Мәнсия ашық түрде сайттағы дос сымақтарымен сөйлесіп отыра беретін жағдайға жеткен. Соның бәрін көре жүрген Есен ішкілікке сала бастады. Оның жайы Мәнсияны еш алаңдатқан жоқ. Осының бәрін анда-санда бір келетін енесі байқап қалып, Мәнсияны бір сыбап алды. Құланның қасынуына мылтықтың басылуы сәйкес келіпті демекші. Мәнсия жәстікті ертіп алып үйден тайып тұрды. Кетерінде тыныш кетпей, Есеннің өзін кінәлі қылып кетті. Өзіне де сол керек болғандай қуана кетіп бара жатқандай көрінді. Мәнсия баласын ертіп Биғайшаға келді. Түбінде осылай боларын сезген ана байқұстың іші қан жылады. Қанша айтса да мұның сөзіне құлақ аспаған қызы үйіне қайтып келді. Мәнсияның үйден кетуі Есенге одан ары соққы болды. Баяғы ішкені аздай одан сайын үдетті. Мәнсияның артынан баруды да ойламады. Арада айлар сырғы өте жеткізер емес. Жалғыз өзі әлгі үйде құрып бара жатқан көрген Есеннің анасы баласының қасына көшіп барды. Әзірге Мәнсияны үйге қайтару туралы екеуі де тіс жарып сөйлеспеді. Өйткені оның еш мәні жоқтай көрінді. Биғайша бұл жолы қызына айтар еш сөз қалмағандай терең күрсінді. Тек бар айтқаны: өз өмірің өзің шеш. Мен араласпаймын. Қалауың осы болса, мен істей аламын. Бәрібір менің ақылымды тыңдай қояйын деп тұрған жоқсың деп барып тоқтады. Биғайшаның онсыз да бас қатыратын дүниесі көп. Мәнсиядан кейінгі бауырлан оқытып, шоқытуды ойлап жүргенде, бұл қыз да басына жұмыс тауып берді. Ол Мәнсияның қаперіне кіріп те шықпады. Үйіне қайтып бару туралы ойлағысы да келген жоқ. Бар ойы қалада. Баланы Жасикті анасына қалдырып, өзі алып қалаға Алматыға тартып отырды. Сол жақта тұратын Биғайшаның кіші інісінің үйінде тұрып, жұмыс істейтін болып шешті. Сол үйдегі жеңгесінің көмегімен көп ұзамай жұмысты да тапты. Жайлы жерге орналасқан соң баласын қолына аламын деп ойлаған. Оған әзірше еш ыңғайы келмейтін сияқты. Мәнсия қалаға келген соң тіптен құлпырып, жаңа құрбылар таба бастады. Өзі де сауық сайранды жаны сүйетін болған соң ба, әйтеуір өзі тағдырлас келіншектерімен тез тіл табысып, жақын құрбыдай араласып кетті. Бірге жұмыс істейтін қызбен де аралары жақсы. Ана үйден де бөлек кеткісі кеп қипақтап жүргелі біраз болды. Өйткені нағашысы мұның шалыс басып кетпеуін қадағалап, өз бақылауына алған. Биғайшаның өзі солай тапсырып еді. Үйдегі темірдей тәртіп Мәнсияға аса ұнап жүрген жоқ. Ебін тауып осы үйден сытылып шығуды ойлап, күнде бір сылтау айтады. Мына үй жұмысыма алыс, этаж үйден өкпем қысылады. Тағысын тағы. Әйтеуір бөлек кетудің амалын қарастырып бағуда. Соңында жеңгесімен дұрыс болмай, ақыры дегеніне жетіп бөлек кетті. Ол үйден кеткелі Мәнсияның істемеген жұмысы қалмады. Бірде кафеде официант болса, бірде еден жуушы, тағы бір жерге ыдыс жуушы болып жүрді. Тапқан ақшасында да береке жоқ. Ауыз жарысатын тиын темен үшін күні бойы сүмеңдеп жүргені, кафенің айналасы қайбір оңған жер, кім көрінген кеп тиісіп те кететін. Есенмен тұрған кезінде ақшаны оңды солды шашып үйренген Мәнсия ақшадан қатты қиналды. Оның үстіне бұрын ондай жуу жұмыстарын істеп көрмеген ол әбден әбіршіп кетті. Үстіне киер жөнді киімі де қалмады. Қалада қаңғып қалудың азақ алдында жүр. Анасы анда-санда хабарласқанда телефон алмайтын күйге жеткен. Ауылға қайт деп айтама деп қорқады. Сөйтіп жүрсе де ауылға қайтқысы жоқ. Айтатын сылтауы да бітті. Ауылға барса анасы оны бір адымды шығармай ұстайтын біледі. Ана байқұс қызының атына кір келмесе деп ойлаған ғой. Сөйтіп жүргенде базардың айналасына өтіп бара жатып, бір хабарландыру көріп қалды. Көрсетілген мекенжайға жаңағы жерге барса көріп еді. Шұғыл түрде сатушы қыз іздеп жатыр екен. Мәнсияны бірден жұмыс қалды. Базарда электроника сататын кішкентай дүңгіршек екен. Сол күні қабылдап алып, ертесіне жұмысты бастап кетті. Мәнсия келгелі дүңгіршектің саудасы бұрындағыдай әлдеқайда жақсы өте бастады. Бастығы мақтап кет, күнделікті төлейтін ақшасында көбейте түсті. Өз ісін енді тапқандай қолшына кіріскен Мәнсияның табысы жақсарып, қайта өңге көре бастады. Баяғы құрбыс мақтары бұл әр жерде жалданып еден жуып жүргенде бұлтты күндегі көлеңкедей көзден ғайып болған. Мәнсия оларды іздемеді.
Оларға керек ақша, ішіп жеу, кафеде қисалаңдау, билеу. Мәнсия сол құрбысымақтармен жүргенде тура жолдан тая жаздап, әйтеуір әрең аман қалып еді. Содан бері олардан қол үзген. Жасик жазғы каникулға шыққанда Биғайша оны алып Алматыға келген. Абырой болғанда жазғы каникулда Мәнсия бұл кезде әйтеуір едәуір жағдайын жасап еді. Пәтерде жөні түзу бір қызды тауып бірге тұрып жатқан. Ол мектепте мұғалім, есімі Венера екен. Мәнсия дүкенге шығып кеткенде қызының жүріс тұрысы туралы сұрап біліп алды. Биғайшаның бұл келуі тегін емес. Егер Мәнсияның жүріс тұрысында, жұмысында бір оғаш нәрсе байқалса, әй-шайға қарамастан ауылға алып кетуді ойлап келді. Мәнсияның жағдайына қанық болған соң, ол ойынан айнды. Қызым, мына бала менің қолымда бола берсін. Оған алаңдамай жұмысыңды істей бер. Әлгі дипломды қашан алушы едің? Сол қағазың қолыңа тисе, қарап жүрмей бір мектепке орналасып, ел қатарлы өмір сүруге талпын. Мына баланы сол кезде қолыңа аларсың деді. Анасы мен баласын әбден қыдырып, күтіріп, шығарып салған Мәнсия жұмысына асықты. Табысын көбейткелі ол да беріле істеп жүр. Бір күні тауар қабылдап алу үшін күндегісінен ертерек келді. Жан-жағындағы саңырауқұлақша қаптаған дүңгіршектердің бәрі жабық. Айнала жым-жырт, тек күрілдеген көліктермен аула сыпырушының сыпырғышының дыбысы ғана тыныштықты бұзып тұр. Келген көлік тауарын түсіріп, қағазына қол қойдырып алған соң жөніне кетті. Араға жарты сағат уақыт салып бастығы келіп, заттарын түгендеп, сөрелерді толтыруға көмектесіп кетті. Ерте тұрғаннан ба қалжырап көз ілініп кеткен екен. Терезе сытырлағандай болды. Қарасы, өзі шамалас бір жігіт тұр. Сырғымалы әйнекті ашып, «Здравствуйте, что вам нужно?» деп еді. Әлгі, «Мен қазақша түсінеді, зарядка бар ма?» деді, күлімдей қарап. Одан ары Мәнсия телефон маркасын сұрап, қораптарды ашып көріп, клиенттің сұрағанын іздеп кетті. Сұраған затын тауып беріп ақшасын алған соң, әйнекті жаба берген сол еді. «Можно сізбен танысуға? Мен Мамет болам. Давай познакомимся» деп кете қоймады. Мәнсияның ұйқысы ашылып, ең ғана барлап қарай бастады. Баяғы бала күнде теледидардан көретін түрік сериалындағы әртіс пе дерсің? Соларды көріп өскен Мәнсия мына жігітті көргенде таңырқап қалғаны рас. Басына не деп тұрғанын түсінбей қалды. Өйткені кейбір жігіттер комплимент айтқаны болмаса, мынау ұқсап бірден танысайық деп жабыса кетпейтін. Баяғыдағы кезі болса, сыныптастарына көрсетіп мақтанар еді. Әй шіркін, ол мен қоймай әртісі танысайық деп тұр. Мәнсияның тіптен есі кетейін деді. Өзі кеп тұр, онда тұрған не бар екен? Ақыры ішім пісіп отырмын ғой, таныса салайын деп ойлады. Қайтадан әйнекті жылжытып, «Да, можно, я Мариям» деп өтірікті соғып жіберді. Бұрын соңды бұл маңнан көрмеген адамы, оның үстіне өзге ұлттан болған соң да солай жасаған шығар. Немқұрайлы айта салғанды сол. Бірақ мына жігіттің қайтар түрі жоқ. Мәнсия отырған дөңгіршекті айналшықтап жүріп алды. Жай танысасап, кете салу жоқ. Мұнымен әңгіме айтқысы келіп еді. Мәнсия, бұл жерде көп тұруға болмайды. «Отойдите, пожалуйста» деді. «Мен таға келем» деп танысқанда мәз болған Мамет өз лавкасына келді. Сауданың қызған шағында қасындағы серігіне орын табыстап, Мәнсияға самса мен шай әкеп берді. Қалайда мына қыздың жүрегіне жол табуды ойлаған сыңайлы. Мәнсияға да ермек керек. Әлгі жігіттің ұсыныстарына жоқ демей келісе берді. Сол танысудың арты кешке бір жерге барып тамақтанып қайтумен аяқталды. Мамет базар маңында жеміс жидек сатады. Мәнсияны көріп жүргеніне біраз болған. Бірақ ығы-жығы базар кезінде танысудың реті келмей жүрген. Кешкілік базар жабылар кезде бұл қызды таба алмай қалатын. Қай кезде жауып кетіп қалғанын да білмей қалып жүрген. Бүгінгі ерте келгені Маметтің пайдасына шешіліп, танысуға жетіп келіпті. Осы кездесуден кейін Мәнсияның өмірі 180 градусқа өзгеріп бара жатқан ол қыздың өзі де аңғармай қалды. Күнде жұмысқа келгенде бір құшақ гүл, кофе, тәттілер, одан қалса жылы сөздер, Мәнсияны жетті қат аспан әлемінде қалқып жүргендей күйге түсіретін. Өзін ертегі әлемнің ханшайымы сезінген Мәнсия тіпті баласы барында ұмытып кетті. Өзбектің жігіті мұны шыр айналдырып, қоршаған ортада не болып жатқандығын да ұмыттырып жіберген еді. Мәнсия осы жігітті тапқан сәттен кейін көп ұзамай-ақ есенмен заңды түрде ажырасып, бір жолы екі жаққа кетісті. Есен ауылдағы үйден Жасикті анда-санда алып кетіп, қайтадан Биғайшаның қолына тастап кетіп жүр.
Мәнсия олармен еш бас қатырып жатпайды. Себебі оның өмірінің өзі айтқандай бал шақтары енді басталған болатын. Мамет енді мұны базар алдынан күтіп алмай, жұмысқа өзі алып келетін болған. Астында соңғы маркалы үлкен джип көлігімен Мәнсия тұратын үйінің алдына таң атпай келіп алады. Екеуі шығып бірге таңғы ас ішіп, сосын базардағы күнделікті жұмыстарына кіріседі. Базар жабылар шақта Мамет те қылқиып кеп тұрады. Мұндай кездесулер жиілеп, арасында Мәнсия үйге қонбай қалатын күйге де жеткен. Неше түрлі қымбат сыйлықтарға көміліп, Маметтен асқан жан жоқ екенін құрбыларына айтып мақтана бастады. Мәнсияның өзгеріп бара жатқанын бірге тұратын қыз Венера да өзіне айтқан еді. Басқа ұлттың адамы, абайлап жүрсеңші, деген сөзіне Мәнсия: ойбай, не болды сонша? Завидуйте молча, деп ернін тыржың еткізбеді. Жарайды, өзің біл, бірақ слишком өзгеріп барасың. Анаңмен Жасикті ойлашы. Сен араласпашы, өзің білем, деп оны сөйлетпей қойды. Осы сөздерден кейін Венера да бұл қыздан іргесін аулақ ұстаудан жөн көрді. Венера басқа пәтерге көшіп кеткен соң Мәнсияға тіптен жақсы болды. Әлгі Маметті қалаған уақытында тамаққа шақырып, емін-еркін жүріп тұратын болды. Қыз көңілін табу үшін тағы не істесем екен деп жүрген жігіт: не переживай, я с тобой, деп пәтер ақысын да төлеп беріп жүрді. Соның арқасында ол да осы үйге жата салады. Кейіннен тіпті көшіп келіп алды. Екеуі жас жұбайларға ұқсап жұмысқа бірге барып, бірге келіп жүр. Түн, терезеден түскен ай сәулесі Биғайшаның одан ары тынышын шақырды. Қашты. Көзін қанша жұмып жатса да дөңбекшіп екі жаққа аунай берді. Мазасы кеткен апасын кішкентай Жасик кезіп жатыр. Бір кезде: апау, су ішем, деп басын көтерді. Қазір құлыным. Балаға су әкеп берген соң жарықты сөндіріп қайта орнына жатқанмен Биғайшаның көзі іліне қоймады. Ой деген жүйрік қой шіркін. Қаладағы қызын ойлап, ойы сан саққа жүгірді. Оның хабарласпағанына аттай 2 айдың жүзі болды. Соңғы сөйлескенде Жасикке киім кешек алып қойдым. 1-2 күнде салып жіберем. Тіпті өзім барып Жасикті демалысында алып кетем деп еді. Одан бері бірталай уақыт өтті. Мәнсия шынымен де солай ойлаған, бірақ мұны жүн басқан әртістің құшағы басқа жаққа қарауына ырық берер емес. Биғайша болса қаланың автобустарына күнде барып сұрап жүргені, ешқандай зат салмаған, не өзі жоқ. Бұрынғы нөмір сөндірілген. Таң бозарып біліне бастағанда тұрып беті қолын жуған Биғайша күбірлеп жүріп жол дорбасын жинай бастады. Жасикті ертіп қалаға бармақшы. Барып өз көзімен көріп қайтпаса жаны тыныштап емес. Жүрегі алай-дүлей боп ас та батпайды. Жағы су алып көзі шүңірейген байғұс ана перзентін не былықпен айналысып жүрген қайдан білсін. Түскі автобусқа үлгеру үшін ерте келіп аялдамаға жайғасты. Жасик апасына артық сұрақ қоюға да бата алмай отыр. Ол да анасының хабарсыз кеткенін сезіп жүр. Соңғы рет анасы туралы сұрағанда апасы қатты ашуланып еді. Тағы сондай бола ма деп үндемей отыр. Ырғала басып Икарус автобусы жетті. Апасы мен баласы ортаңғы орынға жайғасқан соң теңселе жүйткіп жолға шықты. Бұл кезде Маметтің жылы сөздері мен ыстық ықыласына мастанған Мәнсия түс көргенде аспанды қалықтап жүр. Сол түсінен түбінде бір оянар белгілі, бірақ қашан екені өзі де беймәлім. Бұл күндер бітпесе екен деп бетілейтін сияқты. Мамет оны сүйем, күйем деген сайын буыны балқып, құшағына құлай кету қиынға соқпай жүр. Дәл осы бал күндер Мәнсияның көзін әбден соқыреді. Мәнсияның тәніне соқтана қараған Мамет: Мариам, деточка, давайте жить вместе. Я уже не могу без тебя. Хочу проснуться здесь, дейтін бопты. Оған мәз болған масан қыз ыржиып кеп алдына отырды. Онысы келістім дегені. Икарус автобусы қалаға кіргенде күн кешкіріп қалып еді. Баяғы мекенжай бойынша келіп таксиден түсіп жатты. Баласын жетектеген ана алдымен үй алдындағы дүкенге соғып су алмақшы болды. Бұл кезде Мәнсия да сүйеніне жабысып көліктен түсіп келе жатқан болатын. Алыстан анасы мен баласын көрді. Түрі сорланып, қызарып барып, дем жетпегенде қисай отырып кетті. Дереу көліктің есігіне жармасты. Что с тобой, милая? Деп ыржиған Маметті сүйрегенде қып көлікке отырғызды. Қапелемді не айтарын білмей сасқалақтаған соншалықты Маметтен қалай да құтылуды ойлады. Ақыры бір шешімге келгенде: сен мені өз үйінде күт, түнде келем. Қазір хозяйка келеді,
пәтерді жинап шығуым керек. Саған айтуды ұмытып кетіппін деп майыса қалды. Не, дорогая, я с тобой деп мынауды кетер емес. Әйтеуір амалын тауып бүгінше өз жөніне жібергендей болды. Өсті басын жөндегізіп, тездете басып пәтерге көтерілді. Келсе анасы мен баласы дәліз қабырғасына сүйеніп, мұны күтіп тұр екен. Түрлерінен әбден шаршап қажғаны көрініп тұр. Мұның келе жатқанын көріп екеуі сүйретіле орындарынан тұшты. Үй ішінің көрінісі Биғайшаға ұнай қоймады. Қызының киімі де бір түрлі, көңілге қонымсыз. Үйдің әр жерінде еркектің киімі жатқандай ма, әлде бір еркек иісуінің иісі ме? Түсініксіз. Айналаға көз жүгіртіп еді, көңілі құлазып, кеудесін ашу кернеді. Дұрыстап аман саулықты сұрап жатпады. Өйткені ана жүрегі бірдеңені сезгендей тулап еді, соның дәл үстінен түскенде есеңгіреп тұр. Биғайша үшін жат көрініс. Биғайшаның ойына сумаң етіп неше түрлі ойлар келе берді. Көз алдына қызының удай мас болып әркіммен бір құшақтасып жүргенін елестеп кетті. Осындай ойлар әбден шырмап алғанда, мына пәтердің ішкі сұрқы да соның дәлеліндей жайрап жатыр. Қызының шашынан уыстап алып қолына бергісі келді. Бірақ жәутеңдеген баланың көзінше дымын ішінде сақты бәрең отыр. Мұндайда алдына әкелген шайы мен асы да батпайды екен. Ашуын ақылға жеңдіргісі келгенімен, бетіне шыққан ызасы үнінен де белгі бере бастады. Мәнсия түбінде бір айғардың боларын сезді. Анасына қалай жалпақтаса да, өлер жері жақындағанын біліп, іші қылпылдап отыр. Биғайша Жасиктің ұйықтағанын күтіп әрең отыр. Қызын оңашада сыбап алмақшы. Осындайда уақытты өтпей қояды ғой. Өзін әкта салудың түрлі нұсқасын іздеп Мәнсияның басы қатты. Ойымдағыдай болмаса екен деп ана байқұс уайымдауда. Жасик диванда теледидар қарайған күйі ұйқыға кеткен екен. Анасы мен қызы отырып оңаша сөйлесті. Биғайша жиналған бүкіл ашуын қызынан алып, қалтырап барып орнына отырды. Сендерді қалайда қатарынан қалдырмай жеткіземін деп не киімге не басқаға жармай келдім. Осы күнге дейін өз білгеніңмен келесің. Мені қоя бер. Ең болмаса мына балаңа ие болсаң етті. Ана боп осының жағдайын жасамасаң несіне жер басып жүрсің? Ит қатынау, не өлі не тірі екеніңді білдіріп арасында бір хабарыңды берсең болмас па еді? Мен сорлыны тағы да сорлатайын дедің бе? Түбіме сен-ақ жететін болдың ғой. Кім көрінгеннің астында електеніп жүрген шығарсың мына түріне қарағанда деп. Биғайша осы сөздерді айтқан соң ғана барып тоқтады. Ашуға бұлқаны сонша қан қысымы көтеріліп, бас айналады. Көзінің алды тұманданып, құлағы бітеліп қалғандай. Сәлден кейін азан есін жинаған соң, ертең ауылға қайтамыз. Бас қайтарым жоқ. Егер оған көнбесең, мені анам демей-ақ қой. Мына баланы да іздеме. Осы күнге дейін іздеп жарытқаның шамалы ғой, деді. Мәнсия бетін басып жылаған күйі отыр. Бірақ санасына бірдеңе түймегені бір өзіне ғана мәлім. Арғы жақта телефоны да тыныш тауып жатқан жоқ. Арада біраз уақыт өткен соң Мәнсия тіл қата бастады. Мама, Жасиктің де сіздің де жағдайларыңызды жасаймын. Аз ғана уақыт беріңіз. Мен де адам баласымын. Сіз ойлағанда әркімнің астында жүрген жоқпын. Ауылға барғанда не істеймін? Одан да жағдайымды жасап сіздерді осы жақта көшіріп алмайын ба? Анасы қызының басқа сөзін естігісі келмеді, әйтеуір барын баланың қасына қисайып жата кетті. Таң ата салысымен Мәнсия оянбай тұрып, қарасын батыруды ойлады. Күйбеңдеп жүріп, киініп, таңғылау бере баласын ерте көп қабатты үйден шығып бара жатты. Сол кеткеннен Мәнсиямен хабарын үзді. Іздеп те келмеді. Биғайша баланы шешесі болса да Мәнсиямен қалдырғысы келмеді. Мәнсия анасы мен баласын кетіп қалғанын көріп, далаға жүгіріп шықты. Бұл кезде олар автобусқа жайғасып жолға шыққан болатын. Үйге кіріп, жылап еңіреп отырғанда Мамет келе қалды. «Деточка, милый, что с тобой? Кто тебя обидел?» деп бәйек болып жатыр. Мәнсия оның құшағына тығыла түсіп, қырық өтірігін соқтай кеп. Хозяйка келіп ұрсып кетті, мына жерді босат дейді. Енді қайда барам? Төлейтін ақшамды жоқ дейді өтірікті соғдай сапырып. Мәнсия өзіне мына арзан пәтерден қаланың элит ауданы көшкісі келіп жүрген. Мамет оның айтқан ел кетпейтінін білген Мәнсия бір оқпен екі қояндады. Сол ойды іске асатын ойлап, іштей қуанып қойды. Анасы мен баласы ауылға аман-есен жеткен соң күнделікті күйбең тіршілік жалғаса берді. Биғайша енді Мәнсияға хабарласуды қойды.
Ақылы болса өзі келер деп тәңіріне тапсырып терең күрсінді де қойды. Мәнсе мен Маметтің бірге жүруі жиілеп, аралары тіптен жақын болып кетті. Мамет Мәнсияны кім көргеннен қызғанатынын шығарған. Мамет өз жоспарына мықтап кірісейін деді. Бірге тұрған күннен бастап Маметтің мінез-құлқы күрт өзгере бастады. Баяғыдай Мәнсияға жалпақтап асты үстіне түспейді. Әлде нені жасыратын сияқты. Мәнсияны ешкіммен араластырмай, әр адамын аңдып отыратын болған. Оны бастығынан қызғанып, түрлі сылтау тауып жүріп, жұмыстан шығарып алды. Үйде отырғанды жақтырмай өзінің қасына сатушы қып тұрғызып қойды. Таңнан кешке дейін жеміс-жидек сатып, құр сүлдерін сүйреп үйге келеді. Мамет бұл кезде Мәнсияның атына несие алып, екінші бір орын алған болатын. Үлкен вилла аламыз, сол жерде балаларымыз көп болады, мен сенсіз тұра алмаймын деп, қыруар несие алдыртып, сауда жасай бастаған. Тіпті алғашқы 2-3 айды төледі. Мәнсияның толық сеніміне кіріп алған соң, несиені өзім жабамын, сен уайымдама деп алып, бүкіл саудадан түскен ақшаны өз қалтасына басып жүрді. Мәнсияның табысын тиынына дейін санап алады. Керегіңді өзім әперем деп, артық бір тиын ұстатпайтын болған. Бір күні Маметтің телефоны дыбылсыз шырылдап жатты. Мәнсия ала берем дегенше өшіп қалды. Қараса бөтен елдің нөмірі. Сырттан жүгіріп көрген Маметтің көзі аларып, Мәнсияны ұрып жіберердей төніп кетті. Телефоныма жолаушы болма, естідің ба? Жолама деп шатынайды. Кім ол? Тоқтамастан шырылдап жатқан. Сөйлес. Анам хабарласам деген. Анам ғой деп құтылғысы келді. Анаң болса сөйлесіп, мені де таныстырсаңшы деп Мәнсия да қайтар емес. Мұндайда Мамет қуақланып, өзгеріп шыға келді. Анам дедім ғой, басқасында шаруаң болмасын деп дөң кете қалды. Ондайды күтпеген Мәнсия жылап жіберді. Мамет баяғыдағыдай оны жұбатып, асты үстіне түспейді, өйткені енді Маметтің мұртын балтыр шаппайды. Базарда 2 орынды саудасы қызу жүріп тұр. Дері кезінде ақшаны өз мекеніне жіберіп жатыр. Отбасының қарны тоқ, бала-шағасы бағулы. Осы жаз бітіп сауда саябырсығанда өз еліне тайып тұрады. О баста ойлаған жоспары да сол емес пе? Осы Мәнсе сияқты ашық ауыз, ақша құмар, бір ақымақ табуды сол кезде ойластырып жүрген. Мәнсе іздегенге сұраған деп жолға кетті. Ол Маметтің отбасы барынан да бейхабар еді. Соңғы күндері олар туралы хабардар болған соң, оңбай адасқан түсінді. Бірақ бәрі кеш болатын. Ендігі ішкені, ірін жегені іліп желім. Мына несие бітпейінше Маметке жармасып күн көрмесе болмас. Әйтпесе баяғыдай жомарт бастық, жоғары айлық күн төлейді. Бұрынғы жайлы пәтерден де айырылған. Сөйтіп жүргенде Мәнсе өзінің аяғы ауыр екенін білді. Оның отбасы барын білсе де, осы бала үшін өзімен бірге қаланды деп өзіне тым сенімді болды. Іштей қуанып тезірек Маметке айтуға асықты. Мамет екеуінің арасында кірбің ұяла қалып біраз болған. Бірақ жаңалық тіпті жақсы болды деп ойлады. Ортамыз жақсарып, соның құрметіне маған сыйлық жасап қалар деген дәмесі де жоқ емес. Жүрегі алып ұшқан Мәнсе, жан, менің аяғым ауыр, біздің баламыз болады деп, көзі жайнап Маметке жетіп барды. Үнсіздік, мүлгіген тыныштық. Кідіріп қалған Мәнсе басын төмен салбыратып отырып қалды. Ол Маметтен мұндайды күтпеген еді. Мәкеңе бұл жаңалық аса ұнай қоймағансың әлі. Өйткені оның жоспарында мұндай нәрсе жоқ. Түрі өрт сөндіргендей боп түнердайды десеңші. Қабағы қатуланып түрінде қуаныштың ізі байқалмайды. Керісінше қаралы хабар естігендей томжырап отыр. Мәнсияға мойын бұрып та қарамаған күйі. Решай сама, мне голову не морочь, деді. Как это? Наш ребенок. Мамет, ты что говоришь? Дей беріп еді. Марс етіп күлген Мамет оның сөзінің аяғын тыңдап жатпады. Ысқырып бөлмеден шығып жүре берді. Мәнсия етегі жасқа толып басын тауға да тасқа да ұрды. Сол кезде барып миына бірдеңе жеткен сорлы қыз мынаған тезірек қарызын төлеп беруін талап етті. Көнбеген соң милиция шақыртып қамады. Мамет оны шыбын шаққан құрлы көрмеді. Ертесіне түк болмағанда үйге кеп тұрғанда Мәнсия ауыз ашыла таңданды. Мамет болса еш саспайды. Әлгілердің тамақтарынан өткізіп жіберді, болды. Сонымен мәселе шешілді. Мамет ақырындап жолға дайындала бастады. Мәнсияны өзі ертіп барып баланы алдыртты. Мәнсия бұл жүн беттің алдында қауқарсыз болып қалды. Араға 3 күн салып бүкіл жинаған жерген ақшаны сыпырып серіп, алды да тайып тұрды.
Өйткені оның визасының уақыты біткен болатын. Мамет сол кеткеннен мол кетті. Сорлап, зарлап қалған ақымақ қыз Құдзесін құшақтап, Маметтен қалған қарызымен ғана қалды. Айналасы 1,5 жылдың ішінде Мәнсия белшесіне қарызға батқаны болмаса, басқа пайдасы жоқ. Құдзесін құшақтаған Мәнсия қайда барарын білмеді. Мұндай махаббатты құрысын, мұндай ақшасы құрысын деп әбден алды. Баяғы Есенмен бірге тұрған кездері көз алдына келіп, одан сайын өкініштен өзі өртенді. Өмірімнің ең керемет шақтары сол екенін кеш түсінгенім ай. Өз барымнан өз қолыммен айырған мен бейбақ кімге керектін енді. Өзге түгілі өзіме де қадірім қалмады деп Мәнсияның күні еңіреумен өтіп жатыр. Телефонына маза кеткелі де айға жуықтап қалды. Қарызды төлеуін талап еткен банк қызметкерлері тыныштық берер талап емес. Әйтеуір өз ақмақтығынан былыққа бешесінен батқанның жанына шындап батты. Анау қарыздан құтылып бітем дегенше лыпасыз қалатын түрі бар. Анасына қайтып барар беті жоқ. Ағасы тіптен маңына жуытпайды. Кезінде бауырларын адам деп менсінбей кеткен еді ғой. Студент бауырын да қасына жолатпай қойған. Ендігі бар ойы қалайда көбірек ақша тауып, алдымен қарыздардан құтылу. Онсыз өмірі одан ары құрдымға кетер түрі бар. Суға кеткен тал қармайды. Демекші, баяғы дипломы есіне түсіп жұмысқа тұруды ойлады. Қаладағы емхана ауруханаларда жағалай жүріп, резюмесін тастады. Күндіз күлкі, түнде ұйқы арман болған күндер өтіп жатты. Қолында қымбат телефонын сатып, 1 айлық төлемді жапты. Анасына баруға бет жоқ. Осы кезде Есеннен кеткеніне алғаш рет бармағын тістеп өкінді. Суық пәтерде егіліп жылағаннан басқа амалы жоқ. Қайтып барсам ба екен деп ойлаған. Бірақ не деп барады? Сені сүйеді екенін демекші ме? Мені кешір, мен көп адастым дей ме? Әлде мен осындай ақымақ едім дей ме? Жоқ. Ол жақтың есігі енді мүлдем жабық. Жас екі үшін ғана аман салуға дұрыс болады. Есен де мұны сағынып тұрған шамалы. Себебі баяғыда көңілі қалған. Қайта бұдан құтылғанына қуанған болар. Сонымен хош. Мәнсия табанынан таусылып, тоз-тозы шығып жүріп, ақыры бір жұмысқа ілікті. Алғашқы 1 ай сынақ мерзіммен жұмысқа қабылданды. Дипломы бойынша медбике. Жалақысы аз, бірақ қосымша тағы да жұмыс қарастырмақшы. Осы уақыт ішінде Мәнсияның көрмеген жоқ. Қатқаннан мен қара суды талғажау етіп, суық пәтерде күнелтіп жүрді. Базар айналасынан жолқан құрбыларды сырт айнала алғашан. Оларды осы бәледен іргеңді аулақ салшы. Тым жылтыр ғой, түбі жақсы болмайды ау, тәуір-ақ ақылдарын айтқан. Оны тыңдайтын құлақ бар ма? Керісінше оларға сендер қызғанып тұрсыңдар. Менде нелерің бар, өздеріңді жөндеп алыңдаршы деп мұрнын шүйіртіп еді бір кездер. Сөйткен қылығы үшін де оларға көмек сұрап баруға қу кеуде жібермейді. Мамет сол кеткеннен оралған жоқ. Ол оралмайды, өйткені оның өз отбасы, өз бала-шағасы бар. Тек оны бұл ақымақ қыз ғана мойындағысы келмеді. Ақшаның буы мен Маметтің жалған ыстық сезімі оны соқыр етті. Көзі байланған қыз одан басқаны адам құрлы көрмеді. Болары болып, бояу сіңген кезде өкіну еш пайда бермескенсін. Кеш түсінген қызға бұл жағдай үлкен сабақ болды. Мәнсия күндіз емханада, түнде дәріханада, түнгі ауысымда істеп, әупірімдеп жүріп несиесінің жартысынан құтылды. Биғайшаға ас батпай жүргеніне біраз болды. Ана қай жаста болса да перзентін ойлап тынышы кететін анық қой. Қызының қиналып жүргенін ана жүрек сезді ме? Мәнсиясын іздеп тағы да жолға шықты. Бұл жолы жасекті қасын ерткен жоқ. Не болса да алдымен өзім көрейін деген болар. Қаладағы бұрынғы мекен жайынан таба алмаған соң, басын тауға да тасқа да ұрған Биғайша шарқ ұрып қызын іздестіре бастады. Сөйтіп жүргенде Мәнсия өзі хабарласты. Бөтен өмір. Әр қоңырауды асыға күтіп жүрген Биғайша қызының даусын естігенде жылап жіберді. Құлын-ау, қайда жүрсің? Барсың ба? Осыншама жоғалып кетуге бола ма екен деп егілді. Мәнсия да анасы мен баласын қатты сағынған еді. Анасының келгенін сезгендей хабарласып кешірім сұрамақшы болған. Ана мен бала кездесіп жылап көрісті. Мәнсия анасынан кешірім сұрады. Екеуі ұзақ сырласты. Мәнсия оңбай от басқан кеш түсінген. Бәрін анасына бүге-шүгесіне дейін айтып берді. Мәнсия 3 күнге демалыс алып, анасымен бірге ауылына қайтты. Бауыр еті баласын құшақтап, оның иісін қалайша жалған сезімге айырбастағанын ойлап қамықты.
Одан да осы баламды қасыма алып, тәтті иісін иіскеп, жатсамшы деп көзіне жас алды. Жасаған қателіктерінің орнын толтыру үшін не істесем екен деп ойланды. Биғайша балаларын жинап, адасқанның айыбы жоқ, қайта үйірін тапқан соң демекші, Мәнсияға қол ұшын беріңдер. Кейін жағдайы түзелген соң қайтарар. Қайтармаса Алладан қайтады деп ақылын айтты. Анасының бұл сөзін мақұл алған бауырлары қарызының қалған бөлігін жабуға қол ұшын берді. Мәнсия алдағы өмірін баласының тәрбиесіне арнаймын деп Жасикті өз қолына алды. Сабағына ден қойып, қосымша үйірмелерге қатыстыра алатын жағдайға жетті. Алматыдан пәтер алуға ниеттенген ол тынбай еңбек етуде. Алдағы өмірін тек баласының жарқын болашағы үшін арнауға ниетті. Мәнсия өз ісіне қатты өкінетіндігін білдіріп, осы оқиға басқаларға да сабақ болсын